Assalamu alaikum. Көрермендерім, бүгін бізде салон красоты болып жатыр. Біздің красавицаларға мынаған краскіге оң қосамыз. Біздің кешіріңдер, мынандай бір қолмен істеп атқаныма. Оң қосамыз краскіге. Краска қойдың жүннің бетінде тұру үшін и жақсы клей сияқты салу үшін осындай істейміз. Әйтпесе сіңіп кетеді да, краскасы көрінбей қалады. Бұл жақта атарлар көп болғаннан кейін атар белгісін қоямыз. Ертең қойлар қосылып кеткен кезде осы краскаға қарап гүл бола беретін қып. Сол себептен осылай міне аламыз. Менікі көлденен, белден жағылады. Құда қаласа жағып атқан кезде көрсетем. Тағы да осылай. Сосын ағамызға, інімізге деген бар, соған көк краскадан қосамыз, жағамыз. Жасылдан, көктен жағамыз. Әртүрлі краскілерден. Осылай. Құда қаласа уже 70% қойды қырқып уже жайылымға жібердік. Бір 30% қалды, құда қаласа. 30% қойым қазір. Қырып тастаймыз. Әбеттеніміз шықтық. Әбетке дейін түсіруге есімінде шығып кетті. Солай. Перекурымыз бітті кішкене. Енді жалғасып отырмыз тірлік, құда қаласа. Бүгіндікке қой қырқу процесіміз. Бұл жігіттердің еңбегі адал. Әрқайсысы күніне 100-120 қойдан қырқады. Қолғайшымен. Қолғайшымен қырқады. Бисмилlah. Бисмилlah. Мінекей. Сонда қойларымыз әдемі болып қысқа кіреді. Бізде арыс шақта. Көктемде, күзде қырқады қойды осы. Күзге жақын. Северный Қазақстанда бір-ақ рет қырқатын болса, бізде 2 рет қырқады. Осылай. Осындай міне ритммен күніне әрқайсысы 120 қойдан қырқады. 100-120 қойдан. Осы жерде өлең қой берсең де, біздің жігіттер деп. Жоқ. Бірақ өкінішке орай жүнін тастаймыз мусорға. Біздің производство, промышленность Қазақстанда жұмыс істемейді ешқандай. Сол себептен жүнін отход ретінде мусорға апарып тастап жағамыз. Мінеке осылай бөліп кіргізіп аламыз. 30-40 қойды. Соларды қырқамыз. Осылай қырқылған кезде кролин сеуіп қоямыз. Қырқылған жерлерге шыбын қонбайды, тез жарылып кетеді. Осындай болып тұрады арасында. Қойлар шомылмаған, жуындырмағанбыз. Үстерін бәрі топырақ. Топырақ болғаннан кейін қайшы жүрмейді тез. Жүзі кетіп қалады. Красавица болып шығасың, красавица. Жеңіл жүресің, рахметін айтасың. Үстіңе бит болмайды. Бит демейсіңдер сонда. Қойларымыз.
Сосын қойды осылай салып, ұстап, қырқып неған кезде әрі үстін ревизия жасап, полный істеп тұрамыз. Мынандай жағдайларда кездеседі. Бір минут бола ма? Мына желіні мастит болған, или не болған білмейміз, құрттап кеткен. Осындай қойлар атардың ішінде білінбегеннен кейін жүре береді. Осындай кезде біліп, емдейтінді емдеп, соятынды етке жіберетіміз арасында. Бұған белгі сап жердік ана үстіндегі жүнін қырқпай. Яғни осы қойдың кінараты бар деген. Одан кейін қырқын біткеннен кейін қалған тірлікті істей береміз. Мен атар белгісі менікі осылай көлденең белден қызыл краска. Сонда басқа біреудің қойларымен қосылған кезде осы краскаға қарап бөліп бола бересің. Yani ne günler var lan? Cumhuriyet deyden bakar. Süt mü oturuyordun da? Kеше қойды қырқып, бүгін бірінші жайылымға шықты. Азында салқын кезінде тоқтамай ары бері жүрдік, кейін бір жерге қадалып тұрып жайылып, әдемі болып, енді күн сәл ысығаннан кейін суға жүгіріп келіп жатқан түрін қараңдар. Шөлдеп. Жусан да жайылды. Жусан бүргенде ауыздары ашып, ащы шөп қой. Мінекемді кеп жатыр осылай. Салон красотеден шыққан қойларымыз. Созылып келе жатыр. Мінеке. Ой, бісміллә. Жоғар жетіміз. Енді осы қырқылғаннан себебінен қыстың күні биттемейді. Қорада тұрған кезде үстерінде биткене болмайды. Аллаға шүкір. Енді ертең құда қаласа бұларды жақлап тұрып кролинге шомылдырам. Ол процесті де түсіруге тырысам енді. Ұмытып кетпесем. Бұлайынша мен осылай шаңғытып келе жатыр әлі. Ара жаққа бас. Киген басылды тек қана.